Барлықтарыңа сәлем. Біз бүгін 2026 жылы бағасы 100%-ға, тіпті 200%-ға дейін өсуі мүмкін болған бір акция туралы сөйлесеміз. Бәрі ойлап отырғандай, бұл Apple емес, Tesla емес, тіпті Nvidia да емес. Бүгін біз сөйлесетін компания Nebius Group деп аталады. Кейбір инвесторлар оны жасанды интеллект дәуірінің жасырын алтыны деп атайды. Бұл видеоны соңына дейін міндетті түрде көр. Өйткені видеоның соңында бұл компанияны неге мен клиентімнің портфеліне қосқаным туралы айтып беремін. Nebius компаниясы немен айналысады? Дәл осы нәрсені күрделі сөздерсіз қарапайым тілде түсіндіріп көрейік. Nebius компаниясы жасанды интеллектке арналған қуатты компьютерлерді сатады. Бірақ бұл біз ойлап отырған қарапайым компьютерлер емес. Бұл өте қымбат және өте қуатты компьютерлер. Неліктен? Себебі Nebius компаниясы AMD, Nvidia секілді алып компаниялардан мықты видеокарталарды сатып алып, оларды біріктірумен айналысады. Яғни оларды алып, есептейтін кластерлерге біріктіріп, соларды сол компанияларға жалға беріп отырады. Компаниялар Nebius'тан сервер сатып алмайды. Керісінше, есептеудің қуатына қолжетімділік үшін оған аренда төлейтін болып саналады. Мұндай есептеу қуаты өзге компанияларға не үшін керек? Ең бірінші кезекте, бәріміз білетін ChatGPT, Gemini, DeepSeek сияқты модельдерді оқыту үшін осындай мықты құрылымдар қажет. Екінші кезекте, видеолар жасау, жарнамалар жасау, медицинаға арналған нейрожелілерді үйрету деген секілді нәрселерге де осы нәрсе қажет болып саналады. Ал үшінші кезекте, мұндай үлкен қуат миллиардтаған, тіпті триллиондаған деректерді бір уақытта өңдеуге мүмкіндік береді. Ал енді ең маңызды нәрсеге тоқталайық. Nebius'тың клиенттері кімдер? Nebius бұл жай ғана жасанды интеллектке байланысты енді ашылып жатқан стартап емес. Бұл Microsoft, Meta деген секілді ең алпауыт компаниялар бірге отырып жұмыс жасайтын мықты компания. Microsoft және Meta секілді компаниялардың бұл компанияға серіктес болуы Nebius компаниясының сервис деңгейінің өте жоғары екендігін, қауіпсіздігінің, сенімділігінің нақты дәлелденген екендігін және бұл жасанды интеллект бағытындағы жай ғана бір кездейсоқ компания емес екендігін дәлелдейді. Бұл компания қалай ақша табатынын түсіну үшін мынау үш нәрсені ескерейік. Nebius компаниясына клиенттері видеокарталардың жұмыс жасайтын сағаттары үшін төлейді, немесе видеокарталардың есептеу көлемі үшін төлейді, және Microsoft, Meta секілді компаниялар ұзақ мерзімді келісім шарттары үшін төлейді. Яғни жасанды интеллекттер, нейрожелілер, қаншақты ChatGPT, DeepSeek секілді модельдер қаншақты көп болса, Nebius'тың табысы соншақты көп бола бермек. Осының бәріне қарамастан, дәл қазір Nebius компаниясы шығынды бизнес болып саналады. Неге? Өйткені дәл қазір компания белсенді түрде дата орталықтарын салып жатыр. Екінші кезекте, миллиардтаған қаржыға ең мықты компаниялардың ең мықты видеокарталарын сатып алумен айналысып жатыр және өзінің бизнесін кеңейтіп дамытумен айналысып жатыр. Дәл қазір компанияда үлкен шығын бар, бірақ бұл шығынның барлығы болашақтағы үлкен табыс үшін жасалып жатыр. Мұндай оқиғалар инвестиция тарихында өте көп орын алған. Солардың ішіндегі ең жарқын мысалдары Amazon, Tesla, Nvidia, Google деген сияқты компаниялар. Бұл компанияларда бастапқы кезеңде өздерінің бизнесін дамытып, кеңейту үшін өте үлкен шығындарға ұшыраған. Алайда қазіргі кезде бұл компаниялар бірнеше миллиардтар, бірнеше триллиондар деңгейіндегі, яғни осыншама табысты табатын компанияларға айналып келе жатыр. Дәл қазіргі кезде барлық аналитиктер осы Nebius компаниясының алдағы жылдарда өте жоғарғы өсім көрсететінін айтуда. Себебі Microsoft және Meta секілді компаниялармен арадағы келісімдер бұл компанияның табысының тұрақты түрде өсіп отыруына алып келеді. Нақтырақ айтсақ, Microsoft компаниясы алдағы 5 жылдың ішінде Nebius компаниясына 17,4 миллиард долларға келісім жасаған. Бұл арқылы Microsoft Nebius компаниясының есептеу қуатына мүмкіндік алады, яғни есептеу қуатын қолдану мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар Meta компаниясы да алдағы 5 жылдың ішінде 3 миллиард доллар көлеміндегі табысқа келісім қойған. Біз бұдан Nebius компаниясының жай ғана бір стартап емес екендігін және де бұл ең ірі технологиялық алпауыттардың таңдауы екенін түсінеміз. Жасанды интеллекттің нарығы енді ғана басталды. Біз бұл нарықтың соңында тұрған жоқпыз, ортасында да тұрған жоқпыз. Біз бұл нарықтың ең басында тұрмыз. Енді осы компанияның кварталдық отчеттарына қарап,
нақты цифрларға көңіл бөліп көрейік. Себебі байлық цифрмен өлшенеді. 2024 жылдың 4 кварталында бұл компанияның табысы 37,9 миллион доллар болған. Алдыңғы кварталымен салыстырған кезде бұл өсім плюс 466% көрсеткен. Ал 2025 жылы түсімі бірінші кварталда 55,3 миллион доллар болып, 385%-ға өсім көрсеткен. 2025 жылдың екінші кварталындағы табысы 105 миллион долларға өсіп, таза өсімі 600%-ды көрсеткен. Ал 2025 жылдың үшінші кварталында табысы 146 миллион долларды көрсеткенде, 350%-ға табысы артқан. Не себепті 2026 жылы бұл компанияның акциясы өте үлкен өсім көрсету мүмкін? Себебі бұл компания әлі нақты пайда көріп жатқан жоқ. Тапқан табыстарының көп бөлігі өзінің қарыздары мен шығындарын жабуға жұмсалып жатыр. Сонымен қоса бұл компания өте көптеген инвестицияны өзінің бизнесін дамытуға салып жатыр. Өте көптеген дата орталықтар салып жатыр. Және әртүрлі компаниялардың ең мықты, ең жоғарғы үлгідегі видеокарталарын сатып алумен айналысып жатыр. Бұл компанияға сол себепті аналитиктердің көбісі күмәнмен қарайды. Өзінің шығындарын жауып үлгермейді деп ойлайды. Алайда бұл тарихқа қарайтын болсақ, Amazon, Tesla, Nvidia секілді ең алпауыт компаниялардың алғашқы кезеңдерін еске түсіреді. Егер де 2026 жылы бұл компанияның табысы тағы да бірнеше есе өсетін болса, және жаңадан контракттар қосылатын болса, яғни Meta, Microsoft секілді бірнеше жылдық тұрақты контракттар жасалатын болса, компанияның бағасы 100%-ға өсуі бұл өте реалистік сценарий болып саналады. Аналитиктердің бұл компанияға күмәнмен қарауына бірнеше себеп бар. Ең бірінші кезекте компанияның жасап жатқан ісі өте күрделі. Барлығына бірдей түсінікті жұмыс емес. Екіншіден, бұл акция хайп акциялардың қатарына жатпайды. Адамдардың көбісі бәрінің аузында жүрген Apple, Tesla, Nvidia деген секілді компанияларды алады. Ал инвестор үшін нағыз табыс аналитиктер сенбеген кезде жасалынады. Себебі бұл компаниядан аналитиктер көп нәрсе күтпейді. Күтпеген жерден көп табыс көрсетуі бұл компанияның акциясының өте жоғарғы деңгейлерге дейін өсуіне алып келеді. Бірақ инвестор ретінде қауіптерді де ескеру өте маңызды. Nebius компаниясы қауіпсіз акция емес. Бұл компанияның акциясы бір күнде 10%-ға жоғары немесе 10%-ға төмен қозғала беруі мүмкін. Сонымен қоса біз бәріміз үйреніп қалған бұл акция депозит емес. Яғни ақшамыздың бәрін осы компанияға салып, ұмытып кете салу дұрыс емес. Nebius компаниясы біздің портфеліміздің максимум 10%-ын ғана құрауы керек. Себебі бұл компания әлі өзінің шығындарымен, қарыздарымен жұмыс жасап жатыр. Екінші кезекте, жасанды интеллекттің нарығы баяулайтын болса, бұл компанияның да бағасы түседі. Бірақ 2026 жылы тіпті алдағы 5-10 жылдықтың ішінде жасанды интеллекттің нарығы баяулайды десе, мен сенбес едім. Әдетте адамды бай қылатын акциялар алғашқы кезінде қорқынышты, рискі өте жоғары, тұрақсыз болып көрінеді. Бірақ Nebius 2026 жылы жасанды интеллект тарихындағы басты рөлдегі компания болуы мүмкін. Мен бұл компанияны адамды үлкен байлыққа жетелейтін компаниялардың бірі деп білемін. Сіздермен бірге болған Дарынды инвестиция каналы. Егер де бұл видеоны пайдалы деп тапсаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.